Сәлем достар. Бүгінгі біз күнделікті жиі тұтынатын тағамдар мен сусындардың зияны туралы айтатын боламыз. Соның бірі Кока-кола. Бәрімізге таныс. Кейбіреуіміз күнделікті тұтынатын, балалар сүйсініп ішетін сусындардың бірі. Коланың құрамында көп мөлшерде қант, кофеин, орта фосфор қышқылы, бояғыштар, ароматизаторлар болады. Коланың құрамындағы қант мөлшері күнделікті тұтынатын қант мөлшерінен әлде қайда көп болады. Оның тәтті дәмінен ақ байқауға болады. Ас қорыту жолы, асқазан жарасында, әсіресе қант диабетінде бұл сусынды қолдануға мүлдем болмайды. Қант диабеті кезінде глюкоза деңгейін жоғарылатып жібереді. Құрамындағы кофеин коланы тұтынуға күнделікті тәуелділікті тудырады. Сонымен қатар ұйқысыздыққа әкеледі. Бұл сусынды жатар алдында қолданбағаныңыз жөн. Ал құрамындағы орта фосфор қышқылы организмге кальцийдің сіңуін тежейді. Организмнен шайып жіберіп тұрады. Бұл әсіресе балаларға өте қауіпті. Остеопороз тудырады. Сүйек тінінің минералдануын тежейді. Коланы көп тұтыну адамдарда семіздікке шалдықтырады. Екінші, күнделікті қолданып жүрген, тамақ пісіретін, салаттарға қосатын сұйық май жайында не білеміз? Сұйық майдың зәйтүн, оливка, миндаль, кунжут, пальма майы, авокадо, облепиха, персик майы сияқты тағы басқа түрлері өте көп. Біздер тұрмыста тамақ пісіруде қолданатын күнбағыс майы болып табылады, рафинатталған түрі. Сұйық майды тұрмыста майға қуырылып пісетін тамақтарды бір пісіргеннен кейін қолданбаңыз. Себебі өз қасиетін жоғалтады. Токсиндер және де қатерлі ісік тудыратын канцерогендер бөлетін болады. Қазіргі қымбатшылық заманда олай жасау қиын болуы да мүмкін. Бірақ денсаулығыңыз үшін жасауға тура келеді. Тамақ пісіруден қалған, қолданып болған сұйық майды қоқысқа лақтырмаңыз. Сіз тұратын қалада кір-сәбін шығаратын фабрика болса, соған шикізат ретінде ақшаға тапсыруға болады. Одан кейін үшінші айтатынымыз күнделікті тұтынатын, кейбіреуіміздің ішпесек басымыз ауыратын шай жөнінде болмақ. Қазіргі таңда шайдың түрлері өте көп. Шайдың да зияны жоқ емес. Шай организмге темірдің сіңуін тежейді. Темір тапшылықты анемия тудырады. Әсіресе анемиясы бар адамдар шамалап ішкендері жөн. Яғни шайды көбіне астан 20-30 минут бұрын ішкен дұрыс болады. Егер ет жеп артынан лезде шай ішсеңіз, еттің сіңуіне кедергі болады. Ал сүт қосылған шайды көп мөлшерде тәттімен ішу ұйқы безі ауыратындарға сөл шығару қызметін тежейді. Қант диабетінде де глюкоза деңгейін жоғарылатып жібереді. 3 жасқа дейінгі балаларға шайды бермеуге кеңес береміз. Қаназдық болмас үшін. Шай құрамындағы кофеин артериал қысымды жоғарылатады. Қысымы жоғары адамдарға сақтықпен тұтынған жөн. Ал қысымы төмен адамдар керісінше пайдаланса болады. Қою етіп қан қысымын көтеретін қасиеті болады. Бір қайнатылған, демделген шайды екінші рет қайнатып ішпеңіз. Екінші, қайнатқанда токсиндер бөледі. Оның үстіне сақтап қойып ішетін болсаңыз, шайдың үстіне бактериялар қонып қалуы әбден мүмкін. Жоғарыда айтылған кеңестер өміріңізге пайдасы тиер деген ойдамын. Денсаулығыңызды күтіңіз. Назарларыңызға рахмет.